Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандар, сіздермен бірге Күлфия Чинтемирова. Бүгінгі біздің тақырып YouTube 1 миллионға қанша ақша төлейді. Мына жерде өзімнің бірінші YouTube каналымды ашып қойдым. Бұл YouTube каналымда 186 мың оқырман бар. Бұл каналда мен рецепттермен бөлсем. Жалпы мен 3 YouTube каналым бар. Осы біріншісі Күлфия Ерболқызы, екіншісінде қазір осы видеоны қарап отырсыздар. Және үшінші YouTube каналым Ғұмыр деп аталады. Ол жерде аудио кітап контентін жүргізем. Барлық каналдарыма тіркеліп алыңыздар. Бұйыртса осы каналымда пайдалы ақпараттармен бөлісетін болам. Енді бұл каналда мен қарапайым рецепттермен бөлісемін. Қараңыздар, мына жақта міне 1 миллион, нақты 1 миллион қаралым жинаған видео жоқ екен. Тек 1 миллионнан асқан екен, мына екі видео. Екеуінің біреусін көрейік, мына қияр мен салатты көрейік. Қанша табыс алып келді екен, Так, посмотреть аналитику. 1 миллион 100 қаралым екен мына жақта. 13.300 подписчик және $721 алып кетті, Мен ақырындап көтерілген екен, қараңыздар. Бастапқы сразу көтерілмеген, басында кішкене тұрған, ақырындап көтеріліп келе жатыр екен қаралым. Так, енді маңызды айта кететін нәрсе, тура мен сияқты фудблогер, тура осындай рецептпен бөліскен кезде, ол кісіде кішкене басқаша болуы мүмкін табысы. Яғни YouTube контентке, салаға, видеоның ұзақтығына, қойылатын рекламаға жаңағы байланысты әртүрлі ақша төлейді. Мысалы, егер бизнес саласы болса, тура бизнес саласында осындай 5 минут 20 секундтық видео жүктелсе және 1 миллион 100 қаралым жиналса, ол контентте $1000 жоғары табыс әкелуі мүмкін. Себебі бизнес контентіне көп төленеді. Сондықтан бұл жерде және видеоның ұзақтығы, егер 8 минуттан асатын видео болса, ол жерде бір емес 3 реклама қоюға болады. Сол арқылы кішкене табысы да жоғары болады. Енді көптеген нюанстары бар, жалпы табысын жаңағы төленуі. Айтайын дегенім, барлық каналда бірдей табыс болмайды, әртүрлі. Ол өзі жаңағы бөлінеді. Енді YouTubeқа қатысты. Қазіргі таңда YouTubeқа қызығып жүргендер өте көп. Жалпы YouTube'тан табыс табуға бола ма деп. Енді қараңыздар, мынау менің каналым, Бұл жерден мен кондитер емеспін, повар емеспін. Мен бұрын декретте, жалпы бұрын емес, енді 2,5 жыл бұрын декретте отырып, осы каналымды ашқан болатын. Және де осы каналым арқылы мен пассивті табыс тауып отырмын. YouTube'тың бір жақсы жері, мысалы қараңыздар, жаңағы видео 3 жыл бұрын екен, 3 жыл бұрын екен. Мен бастап кезде YouTube'ты ашып, бастап 5 айде үзіліс алып, соны қайтадан жүргізген болатынмын. 3 жыл бойы көрдіңіздер ғой, жаңа ақшал келіп тұр. Яғни YouTube'тың бір жақсы жері, сіз видео жүктеп қоясыз, және де жылдар бойы сіздің жаңағы YouTube каналыңыздағы видеолардың қаралымына ақша төлене береді. Бір жақсы сол. Сонымен қатар көп адамдар енді бұл жерде ниша таңдай алмай жатады ғой, сала. YouTube'да тек қана монетизация арқылы табыс емес, бұл жерде тура TikTok, Instagram сияқты кез келген нәрсені сатуға болады. Қазіргі таңда білесіздер ғой, шортс бар, Шортс видеолар арқылы қысқа нұсқа видеолар салуға болады. Сіз мысалы TikTok'та, Instagram'да, мысалы Reels саласыз, қысқа 1 минуттық видеолар саласыз, Тура сол видеоларды аласыз да, бір видеоны 3 әлеуметтік желіге салуға болады. Осы YouTube'қа салсаңыздар болады шортсты. Мысалы, сіз сумка сатасыз. Сумка сататын парақшаларыңыз бар, Instagram'да, TikTok'та. Және де сіз осы тура сумка сататын канал ашып, сумкаларға обзор жасап, күнделікті. Және де жаңағы TikTok пен Instagram'ға салынған қысқа видеоларыңызды, сумкаларды көрсеткен. Тура осы YouTube'қа сала бересіз. Яғни айтайын дегенім, сізді мақсатты аудитория көреді. Сіз сумка сатқаннан кейін товар алғысы келетін, сумкаға қызығатын, сумка алғысы келетін оқырмандар сіздің каналыңызға тіркеледі. Яғни YouTube дегеніміз воронка ғой. Енді воронка дегеніміз сатылым алып келетін бір платформа, яғни жолы. Бұл жерде аудитория және клиент арқылы да сіз мысалы затыңызды сата бересіз. Жаңағы сумка сататын автор, например, мысалы өзінің сумкасын сата береді. Клиенттер арқылы YouTube'тан сатады, TikTok'тан, Instagram'нан сатады. Және де Instagram мен YouTube'тан айырмашылығы, Instagram мен TikTok'тан айырмашылығы YouTube'да пассивті табыс бар. Мысалы Google компаниясы кәдімгідей мына видеолардың қаралымына ақша төлеп отырады.
көрдіңіз ба? Сіз мына жерде мысалы сумка сатады, клиенттер келіп ала береді, сонымен қатар сол видеолардың қаралымына 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл бойы жаңа Google, бізге Google ақша төлейді, яғни кәдімгідей ай сайын жалақы төлейді. Әр айдың 21 мен 26 аралығында біздің өзіміз банк картасын тіркеп қоямыз. Ол Халық банк, Каспий банк, кез келген банк картасы болуы мүмкін. Соған ақша түсіп отырады видеолардың қаралымына. Көрдіңіздер ме? Басқа әлеуметтік желілерде, мысалы Инстаграмда біз енді көбінесе шығын шығарамыз ғой. Рилс түсіру үшін, фотосессия жасап, видеограф жалдап, студия алып, контент жасау үшін ақша шығарамыз. Ал TikTokта мысалы әйтеуір қарапайым видеолар түсіре беруге болады, бірақ ол жерде YouTube сияқты ай сайын жалақы төлемейді. YouTube қана ең күшті платформа. Тұрақты түрде сіз егер канал жүргізсеңіз, ақша төлейді. Бірақ бұл жерде көп адамдар YouTube'ты оңай сала ретінде көреді. Жоқ, бұл жерде ережелер өте көп. Сіз қандай да бір ережені бұзып, канал жүргізетін болсаңыз, сізге табыс төленбейді. Яғни монетизация қосылмайсыз каналыңызға. Сізге жаңағы авторское нарушение деп нарушение келеді, жалоба келеді. Одан предупреждение келеді. Сон мүлдем каналыңызды өшіріп тастау мүмкін. Кейде бір уақытта сіз ережені бұза бергендіктен бүкіл каналыңызға видеоңызбен қосып каналды өшіріп тастайтын кездер болады. Сондықтан әрине сіз ол каналды аша аласыз өзіңіз, сала таңдап видео жүктей аласыз, дегенмен де ережелерді білу керек. Ережелерді білмейсіз ба, сіздің жаңағы жасаған еңбегіңіз, уақытыңыз зая кетуі мүмкін. Бірақ мезетте каналсыз, бірақ мезетте монетизация қосылмауы мүмкін. Сондықтан білім өте маңызды. Бұл YouTube саласы өте ауқымды сала, ережелер көп, талаптар көп, барлығын сауатты түрде жүргізу керек. Сондықтан айтайын дегенім, мысалы сіздерде тура осындай қарапайым каналдар жүргізу арқылы табыс таба аласыздар. Қазір мен өзім екінші каналымда көрсеткенше сіздерге. Мен екінші каналымда көрсеткенше сіздерге. Мына жақта мысалы мен аудиокітап каналын жүргіземін. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Барлық өзім 100% өзім жасаған контент, обложкасы, видеосы, озвучкасы барлығы. Сондықтан бір адам бірнеше канал жүргізіп табыс таба алады. Өзіңізге ұнайтын сала болса болды. Енді егер де осыған байланысты қазір көріп отырсыздар, YouTube канал бастағыларыңыз келіп, жүргізуді білмей жатсаңыздар, көп адамдар жарайды ол канал ашып қояды ғой, салады таңдап қояды, бірақ ары қарай не саларын білмейді, YouTubeға қалай монтаждау керек, жалпы ережелерді де білмейді, жалпы YouTube каналды неден бастарын білмейді, жүргізуді білмейді. Сондай адамдардың қатарынан болсаңыздар, менің өзімнің авторлық YouTube курсым бар, ақылы консультациям бар, разбор жүргізем. Сонда міндетті түрде төмендегі осы қазір постқа қалдырып видеоның төменгі жағына сол жердегі WhatsApp номерға өтіп сұрасаңыздар болады. Кәдімгі авторлық курсымды алу арқылы сіздер 10 күннің ішінде YouTube'ды толығымен жүргізіп кете аласыздар. Егер сіздің YouTube каналыңыз бар болып, монетизация қосылған, бірақ қаралым жинамай, оқырман тіркелмей жатса, немесе монетизацияға жетіп, қандай да бір проблема болып жатса, монетизация қосылмай жатсаңыз, міндетті түрде консультация алсаңыз болады. Енді мен өзіме сенімді экспертпін, себебі 3 жыл болды осы YouTube канал жүргізіп жүрмін, көптеген шәкірттерді оқытып, консультациялар өткізіп жүрмін. Сондықтан бірден қандай да бір сұрағыңыз болып, немесе білім алғыңыз келсе, YouTube'тан мен сияқты, басқа осы YouTube каналды жүргізетін адамдар сияқты мына барлығын қараңыздар, шынайы YouTube каналды жүргізетіндер барлығы табыс табады. Осы кісілердің қатарына кіріп табыс тапқыларыңыз келсе YouTube'тан, онда төмендегі WhatsApp номерға өтіп, курстың бағдарламасын барлығын білсеңіздер болады. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және комментарийді YouTube'ға қатысты сұрақтарыңыз болса да жазып кетіңіздер. Сол сұрақтарға байланысты да видео түсіретін боламын. Баршаңызға сәттілік. Сау болыңыздар. Келесі бейнеде кездескенше.